Ассаламу алейкум. Мен бүгін сіздерге өте дәмді сырмен даярланатын котлеттерді пісіріп көрсетемін. Ең алдымен бисмиллах деп 3 түйір нанның үстіне жарты кесе сүт немесе суды құйып жібітіп аласыздар. Және де үлкен көлемді пиязымызбен ірімшікті және балықты бөлшектеп аламыз да балығымызды ең кіші торда 3-4 рет өткізіп аламыз. Кейін сырымызды, пиязымызды, сарымсағымызды және жібіген нанды еткіштен өткізіп 2 жұмыртқаны жарып саласыз. Татуына қарай тұзын және қара бұрышын сеуіп, жақсылап тұрып фаршымызды араластырып аламыз. Жұмыс жасайтын үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қасықтың көмегімен фаршымызды аламыз да котлеттерді жақсылап ұнға аунатып, өзіңіз қалаған пішіндейсіздер. Және де ескеретін жайт, котлеттің көлемі үлкен болғанымен оның қалыңдығы 1 сантиметрден аспаған жөн. Сол кезде ортасы шикі болмай толықтай пісетін болады. Қызып тұрған майда орташа қызуда шамамен екі жақ бетін 4 минуттай қызартып пісіріп аласыздар. Бүгінгі котлеттеріміздің гарнир ретінде шашыраңқы болып піскен күрішті және де өзіне арнайы даярланатын котлеттің соусымен ұсынатын боламын дастарханға. Және де осы шашыраңқы болып пісетін күріштің және соустың ссылкасын видеоның соңында қалдырамын. Сол арқылы өтіп тамашалаңыздар. Котлеттерімізді гарнирімен, соусымен әсемдеп дастарханға ұсынамыз. Баршаңызға ас болсын. Біздің арнаның ас мәзірлері ұнаса, YouTube арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Комментарий бөліміне пікірлеріңізді де жаза қалдырыңыздар. Баршаңызға көп рахмет аспаз анадан.